Жер ғаламшары бұл адамзатқа ауық-ауық табиғи және техногендік апаттар түріндегі жағымсыз тосын сыйлар жіберіп тұратын тірі организм. Соңғы жылдардағы зерттеулерге сүйене отырып айтар болсақ, төтенше жағдайлардың динамикасы көңіл көншітпейді. Қазақстан жер көлемі жағынан әлем елдері ішінде 9-ші орын алады. Табиғат елімізге 2,7 миллион шаршы шақырымнан астам аумаққа созылатын әдемі және әр алуан ландшафтты аямай-ақ берген. Бұған қоса табиғи және геологиялық жағдайлардың әртүрлі болуына байланысты республиканың аумағы адамзатқа белгілі көптеген апаттарға жиі ұшырап отырады. Олардың қатарында жер сілкінісі, су тасқыны, сел жүру, қар көшкіні, лай көшкіні, орман және дала өрттері бар. Мұндай елде табиғи және техногендік сипаттағы барлық қауіп-қатерлермен күресе алатын қуатты мекеменің болуы өте орынды. Еліміздегі тиісті ведомствоның атауы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің төтенше жағдайлар комитеті. Биыл төтенше жағдайлар комитетінің құрылғанына 25 жыл толады. Бүгінде оның құрамына өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметтері, апаттар медицинасы орталығы, Қазселден қорғау, Көкшетау техникалық институты, құтқару авиациясы және басқа да құрылымдар кіреді. Ведомствоның ширек ғасыр тарихында комитет мамандары мыңдаған төтенше жағдайды жойып, мыңдаған адамның өмірін сақтап қалды. Мемлекеттің басты міндеттерінің бірі ел азаматтарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Осы тұста біз құтқарушылар үнемі алдыңғы шептен табыламыз. Кез келген уақытта адам өмірін құтқару жолында өз күш-жігерімізді, тәжірибемізді көрсетуге дайынбыз. Алғашқы көмек шақырылған кезден-ақ құтқарушылар от пен суға түсіп, өз өмірін қауіпке тігеді. Кейде күніне бірнеше мәрте тілсіз жаумен бетпе-бет кездесуге тура келеді. Құтқарушы мамандығы әлемдегі ең қауіпті мамандықтың бірі болып саналады. Алайда құтқарушы әуелі өзінің емес, өзгенің өмірі үшін тәуекелге бел буады. Күнделікті өмірде жұмыстан тыс уақытта олар да ел қатарлы қарапайым тіршілік етеді. Қамқор әке, сүйікті жар, өмірдің әрбір сәтіне қуана біледі, қуанышымен бөлісе алады. Ал өз қызметіне түскен сәттен бастап құтқарушылар өзге азаматтардан ерекшеленіп тұрады. Олардың басқалардан айырмашылығы батылдық пен ерліктің үлгісін көрсете отырып, оқыс оқиғаның салдарын жоюға жұмыла кіріседі. Құтқарушы турасын айтқанда, қауіп-қатерге қарамастан өзгенің өмірін құтқаратын адам. Табиғаттың дүлей күшіне қарсы күресте қай-қайсы болмасын, әрбір апатты жағдайда адамның тағдыры қыл үстінде тұрады. Комитеттің қызметінде төтенше жағдайлардың алдын алу және зардаптарын жою жұмыстары ерекше басымдыққа ие. Төтенше жағдайлар комитеті күш құралдарының негізін өрт сөндіру және авариялық құтқару қызметтері құрайды. Халықаралық тәжірибеге сәйкес, тілсіз жауды ауызда қана қоймай, апатты құтқару жұмыстары да жүргізіледі. Бұл күш құралдар үнемі сұранысқа ие және тәулік бойы сақадай сай тұрады. Олар өрт сөндіру, апатты құтқару, арнайы құралдар, қажетті жабдықтар және керек-жарақтың бәрімен толық қамтылған. Үкіметтің және жергілікті атқарушы органдардың қолдау аясында соңғы 15 жылда республикамызда құтқару қызметтеріне арналған 31 объект салынды. Оның ішінде 23 өрт сөндіру депосы және 8 құтқару станциясы бар. Соңғы жылдары жабдықтауды арттыру бағытында қабылданған жол картасына сәйкес, ведомство 1,5 мыңға жуық техника түрін және 20 мың өрттен құтқару құрал сайманын сатып алды. жылы Қазақстан Республикасының өртке қарсы қызметі ТМД елдері арасында алғашқылардың бірі болып, халықаралық сапа стандарттарына сәйкес келетін заманауи сығылған ауадағы аппараттарға көшті. Құрылғылар тыныс алуға, жарамсыз ортада демалуға арналған. Бүгінде газ түтіннен қорғау қызметі әлемнің жетекші өндірушілері шығарған жеке қорғаныс құралдарымен жарақтандырылған. Газ түтіннен қорғаушыларды даярлап шығару үшін контейнер үлгісіндегі 15 жаттығу кешені сатып алынды. Оқу процесіне заманауи электронды оқыту және тестілеу бағдарламалары, сондай-ақ бағдарламалы қамтамасыз ету деңгейінде имитациялық жаттығу құралдары енгізілді. Кәсіби дағдыларды жетілдіру, тәжірибе және авариялық құтқару жұмыстарын жүргізудің заманауи әдістермен алмасу үшін құтқарушылар жыл сайын Қазқұтқару семинар жиынына республикалық және халықаралық оқу жаттығуларға қатысып отырады. Төтенше жағдайлар комитеті халықаралық оқу жаттығулар өткізіп тұрады. Аталған іс-шараға республикамыздың барлық аймағынан іріктелген командалар, сондай-ақ ТМД елдерінің құтқару бөлімшелері қатысады.
Республиканың барлық аймақтарында құрылған кинология бөлімдерін дамыту мәселелеріне ерекше көңіл бөлінеді. Адамдарды іздеу және құтқару жұмыстары кезінде қызметтік иттер баға жетпес көмек көрсетеді. Қызметтік иттердің ерекше иіс сезу қабілеті терең үйінділер астында қалған адамдарды іздеп табуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ иттер адасып кеткен туристерді, аңшыларды, бақташыларды, табиғат апаты салдарынан хабар-ошарсыз кеткен адамдар мен зардап шегушілерді іздеу шараларына жұмылдырылады. Ит адамның адал досы, сонымен қатар сенімді серігі. Біздің атқаратын жұмысымыз біреу, міндетіміз де біреу, адамдарды құтқару. Иттердің иіс сезіну қабілеті күшті дамыған. Бұл бізге зардап шеккендерді табу жұмыстары кезінде көмектеседі. Төтенше жағдайлар комитеті жүйесіндегі бөлімдердің бірі апаттар медицинасы орталығы. Аталған бөлім төтенше жағдай салдарынан зардап шеккен адамдарға медициналық және психологиялық көмек көрсетуге қатысты мәселелерді шешумен айналысады. Апаттар медицинасы жасағы мен жедел медициналық көмек бригадалары еліміздің азаматтық қорғаныс жүйесі тұрақты даярлық қызметінің алдыңғы қатардағы тобына және ажырамас бір бөлігіне айналды. Құрылған уақыттан бері апаттар медицинасы орталығының бригадалары 36 мыңнан астам сапарға шықты. 41 мың зардап шегушіге сапалы медициналық көмек көрсетті. Орталық жұмысының басым бағыты жол-көлік оқиғалар кезінде зардап шеккен адамдарға медициналық жәрдем беру. Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының қауіпті деп танылған учаскелерінде 40 жол бойындағы медициналық құтқару пункті жұмыс істейді. Олардың қызметкерлері тәулік бойы жол апатына зардап шеккендерге медициналық және құтқару көмегін көрсетеді. За время работы бригадами трассовых... Жол бойындағы медициналық құтқару пункттері бригадаларының жұмысы барысында жол-көлік оқиғалары болған аймақтарға 11 мыңға жуық сапар жасалды. 28 мың зардап шегушіге көмек көрсетілді. 8 мың адам ауруханаға жатқызылды. Жол бойындағы пункттерді құру уақытылы әрі тиімді шара болғанын уақыт көрсетіп отыр. Құтқару авиациясы жыл сайын іздестіру, құтқару, өрт сөндіру және жеке құрамды ауыстыру жұмыстарына 1000-нан астам ұшуды орындайды. Авиация сел қаупі, мұз және су тасқыны жағдайларын бақылау шараларына тартылады. Таулы аймақтардағы құтқару операцияларына дала мен орман өрттерін сөндіруге қатысады. Төтенше жағдайлар комитетінің авиация техникасы сапында отандық және шетелде өндірілген жиыны 27 тікұшақ бар. Олар Қазақстанның 14 қаласында орналастырылған және кез келген уақытта көмекке ұшуға әзір тұрады. Әуе паркі құрамында Ми-26, Ми-8, ЕС-145, К-32 тікұшақтары кіреді. Қазавиақұтқару акционерлік қоғамының қызметінде санитарлық авиацияның өзіндік орны бар. Науқастар мен зардап шеккендерге жедел медициналық көмек көрсетіледі және медициналық мекемелер қашық жағдайларда тасымалдау жүргізіледі. Ұшқыштар мен дәрігерлер мыңдаған адамның өмірін құтқару үшін осылай білек сыбана күреседі. Сел жүру, қар көшкіні, су тасқыны, опырылудың алдын алу және олардың салдарын жою жөніндегі шараларды жүзеге асыратын ең маңызды мамандандырылған бөлімше Қазселден қорғау, инженерлік қорғаныс гидротехникалық ғимараттарды салған орасан тәжірибесі бар мекеме. Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің тапсырмасы бойынша Сырдария өзеніндегі Көксарай тасқынға қарсы су реттегіші және Астана қаласын Есіл өзенінің тасқын суларынан қорғау сияқты бірегей нысандар тұрғызылды. Осы стратегиялық жобаларды іске асыру еліміздің оңтүстік бөлігі мен елорданы су тасқынынан сақтайды. Бұл ретте ауыр жүктемеге төтеп беру үшін құтқарушылар үшін жаттығу өте маңызды. Дене даярлығы кәсіби білім мен төтенше жағдайлар кезінде әрекет ету қабілетінен бөлек физикалық қалпын сақтауға мүмкіндік береді. Бұған өрт құтқару спорты көмектеседі. Спорттың бұл түрі ойдан шығарылған жоқ. Ол адамдарды күні сайын өрттен құтқаратын кәсіби мамандардың тыныс тіршілігімен байланысты. Өрт сөндіру құтқару спорты даңғындыларды жетілдіруге, топ ішінде жылдам әрі үйлесімді жұмыс істеуге ықпалын тигізеді. Бұл спорт бір ойынға құмарту емес, адам өмірін құтқаруға арналған. 2001 жылдан бастап Қазақстан халықаралық турнирлерге, Еуропа және әлем чемпионаттарына ұдайы қатысып келеді. Ұлттық құрама мәртебесінде құтқарушы спортшыларымыз әлемдік деңгейдегі жоғары жетістіктерге жетіп, үнемі жүлделі орындарды иеленіп отырады. Бұған құрама қоржындағы марапаттар мен кубоктар дәлел бола алады. Біздің құрама командалардың өнер көрсету деңгейі Қазақстанның өрт сөндіру және құтқару спортын дамыту ісіндегі беделінің едәуір артуына ықпал етеді.
бүгінгі жастардың мектеп түлектерінің Көкшетау техникалық институтына түсуге тамаша мүмкіндігі бар. Олар өрт қауіпсіздігі, төтенше жағдайларда қорғау, азаматтық қорғаныстың командалық тактикалық күштері, өрт сөндіру және авариялық құтқару ісі бағдарламалары бойынша бакалаврларды дайындайды. Курсанттар үшін барлық жағдай жасалған, стипендия алады және мемлекет тарапынан қолдауға ие. Институт құрылған уақыттан бері білім ордасы жоғары кәсіби білімі бар 5000-нан астам маманды даярлап шығарды. Дипломмен қатар түлектерге азаматтық қорғау лейтенанты атағы беріледі. Бұдан әрі қызмет ету үшін Көкшетау техникалық институтының түлектері төтенше жағдайлар комитетінің аймақтық органдарына жолдамалар. Құтқарушылар тәуекел мен қауіп-қатерге толы мамандықтың иелері. Төтенше жағдаймен күрес кезінде адамдарды құтқаруға бар күшін салатын мамандар өз өмірі мен денсаулығын қатерге тігеді. Мұны кәсіби міндетім деп түсінетін құтқарушылар күші жағынан тең емес шайқаста жеңіп шығу үшін әрдайым кезекшілікте, төнетін қауіппен бетпе-бет кездесуге үнемі дайын тұрады. Тәулік бойы аптасына 7 күн Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі төтенше жағдайлар комитетінің кәсіби және сенімді командасы тұрғындарға көмекке келуге әзір. Кәсіби құтқарушылар әрдайым сапта тұрады. Олардың мамандығы сондай, өз қызметін атқаруға сақадай сай болу құтқару миссиясы.